Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін, мен білесіздер, психосоматика бойынша білім аламын. Бұл психологияның түрі, жан-тәннің байланысын зерттейтін ғылым, е. Енді біз бүгін көз ауруының психосоматикасы туралы айтайық. Не үшін бізде көз ауруы пайда болады? Яғни менің көзіме қараңыздар, мына жерде ет өскен, е. Бұны қазір алдыру ойым бар, бірақ менде бала бар ғой кішкене. Ол мама жейді дегендей, соған болмайды екен де әсер етеді. Енді біз осы көз ауруының психосоматикасын, яғни біздің психологиямызбен қандай байланысы бар, сол туралы айтайық. Көз деген көруге арналады, е. Біз көреміз, бұл біздің 5 сезім мүшеміздің біреу, яғни көру. Енді көргенде біз кейде жай көзбен көреміз, кей кездері бізде көкірек көзімізбен, ішкі жан дүниемізбен көреміз бір нәрсені, е. Ол кезде сезім қосылады бізде. Дәл сол кезде, яғни мен осы білімге келгенде бірден сонымен аурулардың психосоматикасы дегеннен кейін өзімнің ішкі жан дүниеме үңіліп, қазір менде қандай денсаулығымда мәселе бар, соның барлығын бірден талдау жасадым. Және өзгертіп келемін, және өзгертуге және ұмтылып келемін. Осы көз аурудың өзімдегі себебі, яғни бұл бірінші, сіз көруге арналған көз. Сіз белгілі бір нәрселерді көргіңіз келмесе, яғни сіздің айналаңызда сіз көргіңіз келмейтін адамдар көбейіп кетсе, көргіңіз келмейтін уақиғалар көбейіп кетсе, сізді қатты қорқыныш басып кетсе, сіз болашағыңыз туралы еш нәрсе көргіңіз келмейтін болса, одан кейін сол болашағыңыздағы сол адамдарды көргіңіз келмейді, хатта жек көріп кеттіңіз, ол адамдар сіздің өміріңізде көптеген сіздің жүрегіңізді ауыртатын мәселелерді көбейтіп жатыр деген сияқты. Соған ол адамдарды мен бір бас қосатын жер болсын, барғыңыз келмейді. Яғни қазіргі жағдайда достық қарым-қатынастың да шенелісіп келетін жағдай көп қой әрбір адамдарда. Сол достарыңызды көргіңіз келмейді, достарыңызды көргіңіз келмейді, е. Сол жағдай қатты көбейіп кеткен кезде сізде көзіңізде ішкі жан дүниеңіз сізге айтады, мына адам көргісі келмейді екен деп миыңыз жұмыс жасайды ғой. Сіздің мына адамның көзін әлсірету керек деген сияқты, көзіңізіне жақыннан көрмейтін, әлсірейтін жағдайға барады. Болмаса сол көзіңізде түрлі проблемалар туындай бастайды екен, көз мәселесі. Міне бұл сіздің жан дүниеңіз, миыңыз сіздің сезіміңізді қабылдап отыр ғой. Соған сізге солай жұмыс жасап отыр. Мына адамның көзіне мәселе шығару керек деген сияқты. Ал енді екінші жағдай, сіздің анаңызда көзінде осындай мәселе болса, болмаса сіздің жақын бір жақсы көретін адамыңызда осындай көз еті өскен мәселе болса, онда сіз ішкі жан дүниеңізбен ол адамды қатты қабылдайсыз. Мысалға, ішкі көкірек көзіңізбен, сезіміңізбен соған көзі біртүрлі болып тұр ғой деп сол көзіне жанашырлықпен қарайсыз, мейір махаббатпен қарайсыз, жазылып кетсе екен, көзі ауырып тұр ма, бұның көз өзіне батып тұр ма деген сондай бір сезімдермен көп қарап, көп ойлана беретін болсаңыз, онда сізде сол анаңызда болса, анаңыздан дәл өзіңізге де сондай жағдай болады екен. Яғни сіз көшіресіз да айланып келгенде. Міне менде осы екінші жағдайда, бірінші жағдайда да болған бір кездерде бір адамдарды көргім келмей кеткен қатты, қазір оның бәрі қалыпқа түсті. Ал екінші жағдайда менің анамда болған. Мен сол кездерде қыз жанашыр ғой, қатты уайымдайды, яғни барлық анасында бәр нәрсе дұрыс болса екен дейді. Көбінде сөйлескен сайын, көрген сайын айтатын едім, жақсы болып келсе екен, көзіңіз бата ма, ауыра ма деген сияқты. Міне ол жай менде айтылмаған, ол менің ішкі жан дүниемнен шыққан, ол сезім жұмыс жасайды ол кездерде. Сол кезде менің миым қабылдайды оның барлығын. Әйні өзінде, мына адам мынаны көріп тұр, мынандай болып тұр, мынада болу керек, осындай деген сияқты іске асырады ғой. Біздің ми жақсы жаман деп еш нәрсені бөлмейді. Біз қатты сол 5 сезім мүшеміз қосылып көргенді, естігенді, мысалға біздің сол нәрселерді орындауға кіріседі, жұмыс жасайды. Міне сол себепті менде осындай көзде ет өсу проблемалар осындай пайда болды.
сізде бар ма? Бар болса, сізде өзіңіз туралы ойланып көріңіз. Нені көргіңіз келмейді, не себепті болды деген сияқты көз мәселелеріңізді енді алдыда бұны да кетіреміз. Сонымен өзіміздің психологиялық жақта өзімді теңшеймін, реттеймін. Бұл қайталанбай ары қарай жақсы болып кететініне мысалы сенім кәміл. Егер сіз бұны алдырасыз, алдырғаннан кейін және де өзіңіздің психологиялық жақта өзіңізді реттемейтін болсаңыз, ол қайталану болады. Әрқандай аурудың сіз докторханаға барасыз, операциямен алдырасыз, яғни мысалы өтті көп алдыратын адамдар көп қой, алдырып тастайсыз. Мысалға өттің психосоматикасы болады, алдырғаннан кейін сіз өзіңізді психология жақтан реттемейтін болсаңыз, ол қайталанады. Өйткені әрқандай аурудың және 99% сіздің сол сезім мүшелеріңізбен, сіздің психологияңызбен байланысты. Сол үшін адам және де ауруым түбегейлі жазылсын десеңіз, емделіңіз бірінші. Екінші, сіздің ең маңызды психологиялық жақтан өзіңізді ретке түсіріңіз. Не себепті пайда болып жатыр, соны анықтаңыз. Содан кейін ары реттеуге болады. Мазмұн ұнаса, мені қосып алыңыздар, тіркеліп алыңыздар. Менің мамандығым қазіргі психосоматика аурулардың себеп салдарын анықтап өңдеу, және бұл ауруға ғана емес, біздің отбасылық қарым-қатынасымызға, ақша қарым-қатынасымызға бәріне де келеді. Сол үшін керемет пайдалы ақпараттар айтылады. Оны өткізіп алмау үшін міндетті түрде маған жазылыңыз, қосылып алыңыз және басқа достарыңызбен ортақтасып қойыңыздар. Жүрек беріңіздер. Рахмет сіздерге.